Сәлеметсіздер ме балалар? Жұмыс қуат бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмасын орындаймыз. Баланың жасаған жұмысын анықтаңыз дейді. Бізде күш берілген. Күш бізде 5 ньютон. Ес бізде 6 метр. Жұмысты табамыз. Яғни жұмыстың формуласы А тең болады F көбейтілген S. А тең болады 5 ньютонды көбейтеміз 6 метрге. Тең болады 30 джоуль болады. Келесі есеп. Жүк көтергіш кран 150 кг болатын денені 10 метр биіктікке тік жоғары көтеріледі. Жұмысты анықтаңыз. Жұмысты анықтаймыз. А тең болады F көбейтілген S. F тең болады mg. F тең болады 150 кг көбейтілген 10 ньютон бөлінген килограмм. Тең 1500 ньютон. А тең болады 1500 ньютон көбейтілген 10 метр. Тең 15000 джоуль болады. Жүк көтергіш кран 10 минутта қанша қуат өндіреді? Енді табу үшін аны тыға бөлеміз. Т тең болады 10 минут. Ол бізде 600 секундқа тең. Сонда ең тең болады А дегенге 15000 джоульді қоямыз. Т дегенге 600 секундты қоямыз. 2 нөлін қысқартамыз, 150-ді 6-ға бөлейік. 25 ватт. Келесі үшінші тапсырма. Адам құдықтан су мен шелекті тартып шығарады. Егер ол жүкті 3,6 км/сағат жылдамдықпен тартатын болса, 1 минутта атқаратын жұмысы қандай? Су бар, шелектің массасы 10 кг. Жылдамдық берілген 3,6 км/сағат. Ол бізде 1 метр секундқа тең. Т тең болады 1 минут. 1 минутта 60 секунд бар. Ем тең болады 10 кг. Табу керек жұмысты. Енді су бар шелектің ауырлық күшін тап дейді. F тең болады mg. F тең болады 10 кг көбейтілген 10 ньютон бөлінген килограмм. Килограмм мен килограмм қысқарады, 100 ньютон қалады. Су бар шелектің құдықтан шығару үшін тереңдікті табамыз. H тең болады В көбейтілген Т. H тең болады 1 метр секунд көбейтілген 60 секунд. Тең 60 метр. Енді адамның су бар шелекті құдықтан тартып шығарған кездегі жұмысын табамыз. А тең болады mgh. Бізде массамыз 10 кг. 10 кг көбейтілген 10 ньютон бөлінген килограмм көбейтілген 60 метр. Тең 6000 джоуль болады екен. Оны 6 килоджоуль деп алсақ та болады. Енді қуатын табамыз. Ең тең болады А бөлінген Т. Ең тең болады 6000 джоуль бөлінген уақыт бізде 60 секунд. 60 секунд тең 100 ватт болады. Енді бірінші жағдайда жұмыс 0-ден үлкен. Екінші жағдайда жұмыс 0-ден кіші. Үшінші жағдайда жұмыс 0-ге тең деп аламыз.